Әлемнің тыныштығы бұзылды. Геосаяси ахуал шиеленісіп, халықаралық тұрақтылық толқып тұр. Жаһан жұрты күрделі кезеңді бастан өткеруде. Дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттерді шайқап жатқанда, мемлекет ішіндегі бірлікті нығайту аса маңызды. Руханияттың ең шыңы ол біз отанымыз Қазақстан болғаннан кейін осы елді, осы отанымызды шынайы сүю, шынайы жақсы көру, осы отанның өркендеуіне үлес қосу, көп ұлтты, көп конфессиялы елді бізге Алла нәсіп етті. Берекеде, бірлікте өмір сүру үшін кез келген Қазақстан азаматына толеранттылық қажет, төзімділік қажет. Сонда ғана біз Алла қаласа бейбіт өмірге қол жеткіземіз. Ал бейбітшілік болған жерде Алла қаласа бүкіл нығметтер, бүкіл берекелер болады. Бұл тәуелсіздікті сұраған талай бабаларымыздың көз жасы жайнамазға төгілген еді. Ғасырлар бойы азаттық үшін күресіп, қилы заманды бастан өткерген бабалар үміті тәуелсіз мемлекет еді. Сол арман орындалды. Мемлекет өзінің қалыптасуы мен дамуының соқтықпалы соқпақсыз жолынан өтті. Ендігі кезекте жаңа Қазақстан құру міндеті тұр. Президент мақсатқа жетудің жоспарын жариялап, күшіміз бірлікте екенін атап өтті. Сын сағаттарда қабылданған шешім ел бірлігін бекемдей түсері хақ. Бірақ ұлт пен ұлыс арасына іріткі сап, мемлекет ішінде дау, сыртында жау көбейтуді көздейтін түрлі күштерде аз емес. Тарихта да ауызбіршілік кеткен кезде, бірлік кеткен кезде біз әлсіредік, құлдырадық. Діни ахуал, діннің саясилану процесі көп жағдайда регресске алып келді, прогресске емес. Сол үшін біз қазіргі таңда рухани саяси тұтастықты қамтамасыз ету үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да қазір тұжырымдамалары бар қабылдап жатқан, соны басшылыққа алып, бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Ұлттар арасындағы татулық пен діндер үйлесімдігі тәуелсіз мемлекетіміздің басты құндылығы. Бұны жауласқанды жарастырып, тірескенді татуластыратын дін мамандары талмай айтып келеді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде «Вағтасиму бихаблиллахи жамиа ва ла тафаррақу». Түп-түгел Алланың дініне, яғни жібіне жабысыңдар да бөлінбеңдер дейді. Бұл аяттың мағынасы өте тереңде жатыр. Яғни бұл шариғат, Алланың діні баршамызды бірлікке, ауызбіршілікте болуға шақырады. Себебі алтау ала болса ауызға кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деген қазақта керемет тәмсілдер бар. Байлық байлық емес, бірлік байлық деген. Ислам дінінде ешбір адамның наным сеніміне қол соғуға, ешбір адамның наным сенімін балағаттауға шақырмайды. Керісінше құрметпен қарауға шақырады. Әлемдегі аласапыран талай мемлекеттің іргесін сөкті. Демек бұл араздасатын емес, жұрт болып ауызбіршілікке жұмылатын кезең. Мемлекеттің тұтастығын сақтау жолында ұлт болып ұйысатын кезең.